қазір қарап отырсаңыздар, әлемде бүкіл асханалардың ішін қарап отырсаң, қазақтың асханасына жететін асхана жоқ. Бәлкім қазақтың етіне дейін келгенше бір нәрсе жейтін шығарсың, еттен кейін ештеңе жүрмейді ғой. Қай ұлттың асханасы болса да еттен кейін вообще ештеңе жеген келмей қалады. Біздің асханамыз басқа ұлтқа қарағанда дайындауы өте жеңіл және дәмді. Өте жеңіл біздікі. Оңай. Қиын ештеңе жоқ бізде. Бізде тек саласын, қарап тұрасың болды, өз піседі. Біздің қай тамағымызды салып қойсаң болды, өз піседі ол. Ана басқа ұлттың тамақтары секілді бар ғой, біз қара терге түсіп тамақ істеп жататын мұндай жоқ қой бізде. Бірдеңені шұқылап, мантының ішіне бірдеңе салып, бүйтіп шұқып отырған, немесе ананы әкеліп кесіп, бірдеңе турап, лапша жасап, бірдеңелер жоқ ондай бізде тамақ. Ана ұйғырлар құсап лағманды таңертеңнен кешке дейін. Немесе ана өзбектер кән 2 метрлік тандырдың ішіне шығып кетіп, нан жапсырып жоқ қой бізде. Үндістер деген специяның ортасында отырады кән, қытайлар бәрі. Білмеймін, бұрыштан басқа ештеңе жемейді ау деймін. Бізде специя да жоқ қой. Бізде тек бірақ қана специя ғой, тұз ғой болды. Үйті оның өзін салуға ұмытып кетеміз. Бірақ тұздың өзін салуға ұмытып кетеміз ғой кей кезде. Мә тұз жоқ па не деп қарап тұрады бетіңе. Біз тек 2-ақ нәрсе сұраймыз ғой тамақ пісіргенде. Тұзы бар ма, тұз жоқ па деп болды. Біздің әйелдерімізге баша қазақ әйелдеріне повезло десем болады. Ондай бір қара терге түсіп пісіретін тамақ жоқ. Біздің ата-бабамызға рахмет. Жеңіл, тез дайындалатын бізге осындай тамақтарды ойлап тауып берді.